Сәлем достар, бүгін ақылды сағат туралы айтамын. Жалпы ақылды сағат дегенде көз алдыңызға не елестетеді? Мысалы Apple iWatch. Оның бағасы 200 мың теңгеде тұрады. Қымбат, Ал енді Xiaomi аты шулы Mi Band 5. Кім кішкентай? Ойыншық сияқты. Бағасы 200 мыңнан арзан, бірақ экраны үлкен қандай сағат бар деп ойласаңыз, Huawei компаниясы ақылды сағат Huawei Watch GT2 туралы айтамын. Менің атым Бақтияр, бұл Кастияқ шоу. Біз бастаймыз. Өзім бір айдан астам уақыт кидім, ішін толық ақтардым, не бар, не жоғын қарадым. Шын айтсам, спортқа тексермедім. Жүгірмедім, велосипедпен тексермедім, бассейнге түспедім. Триатлонмен айналыспадым, аэробика, штанга көтермедім, степпер, йога айналыспадым. Кроссфит, таеквондо, бокс, карате, фехтование, қарынмен билеу, балет, брусья, ролик, дартс, баспалдақпен жоғары шықпадым. Теннис, бадминтон, волейбол. Жарайды, осымен аяқтайық. Сіздер түсінген бойынша бұл жерде барлық спорттар бар. Ал енді сағаттың өзі. Сағат бауы, түсі, дизайнде өте әдемі. Бауына тоқталайын. Apple iWatch 3, 4, 5 шыққанда олар бөлек бау сатылған кезде осындай әдемі бау сатылатын. Ал естеріңізде ме, Xiaomi Samsungқа қарайтын болса, Huawei Apple сағаттарына қарайды. Енді сағаттың өзі корпусы болаттан жасалған. Басқаларға қараған кезде бұл көпке шыдайды. Суға төзімді 50 метр тереңдікке дейін суға түсеңіз болады. Ал қысымы 5 атмосферге дейін шыдайды. Салмағы 43 грамм, ауыр да емес, жеңіл де емес. Қуаттау үшін қосымша магниті бар. Ол да Apple iWatch сияқты домалақ. Экраны AMOLED, толық сенсор. Диагональ 46 мм, аккумулятор 455 мАч сағат. 14 күнге дейін шыдайды. 14 күнге дейін шыдайды. Қуаттайтын болсаңыз 30 минут жеткілікті. Оң жағында екі батырмасы бар. Жоғарғысы меню, ал төменгісі қай функциямен тез қолданасыз, көп қолданасыз, соны ашу үшін. Функционал жағынан Apple iWatch-тан және Samsung-тан ұтылатын, бұнда тек микрофон жоқ және динамик жоқ. Енді түсінікті болған шығар, неге бұл 14 күнге шыдайтынын. Мүмкін келесіде жасайтын шығар, өйткені Huawei Apple Watch-қа жетпесе тоқтамайды. Процессор Kirin A1, ішкі жады 4 ГБ. Оған неше түрлі әндер жазсаңыз болады, және тікелей құлақпен тыңдасаңыз болады. Сонда ыңғайлы. Смартфонды үйде қалдырасыз, немесе спортзалда қалдырасыз бөлек, ал сағатпен және құлаққаппен музыка тыңдауға болады. Бұл функцияда қымбат смартфонда кездеседі. Ішінде GPS бар, онымен ешкімді таңғалдыруға болмайды. Bluetooth бар, ол түсінікті. Жүрек қағысын өлшейтін датчиктер бар, ол да түсінікті. Бұда фонарик бар. Сағат Huawei-дің қосымша Huawei Health дегенді орнату керек. Қызық болса, ол қосымшаны кез келген смартфонға орната аласыз. Ал ішін ашсаңыз, көптеген цифрлар орнатуға болады. Сағат ұйықтағаныңызды анықтап, ұйқы сапасын біліп, керекті кеңес айтып береді. Бірақ ол керек емес шығар, өйткені сіз ұйықтағанда бұл сағатты шешіп қоясыздар. Қосымша тағы хабарлама келетін жасауға болады. Онда SMS, WhatsApp, Facebook, Gmail және Instagramнан хат келеді сізге.
Ауа райында көрсетеді, бірақ ол көрсеткіш Xiaomi Mi Band'те де бар. Ерекшеліктердің бірі ол қаныңыздың оттегі мөлшерін сіздің пульсіңізге қарап анықтайды. Ол сіздің денсаулығыңызға жағдайын білуге көмектеседі. Егер 70%-тен төмен болса, дәрігерге жүгіру керек. Тағы сіздің стресстік қалпын өлшейді, ал егер сол стрессіңіз жоғары болса, арнайы жаттығу бар, соны істесеңіз демалып қаласыз. Сағат қолданғанда солдан оңға жүрсеңіз 4 қажетті көрсеткіш көрсетеді. Олар қозғалыс қалпы, музыка тыңдасаңыз сол туралы ақпарат, ауа райы және жүрек қағысы. Ал егер циферблатқа 3 секунд басып тұрсаңыз, сол циферблатты ауыстыра аласыздар. Егер дайын ешқай циферблат ұнамаса, өзіңізге ыңғайлы циферблат қоя аласыздар. Кемшіліктердің бірі бұл қоңырау шалғанда сағатпен жауап бере алмайсыздар. Ал екінші кемшілік бұда NFC жоқ, яғни сіз сағатпен төлей алмайсыздар. Сонымен дизайн, жиынтығы, техникалық сипаттамасын көрдіңіздер, енді бағасы. Егер Apple Watch пен салыстырғанда Apple Watch 200 мың теңге болса, ал Xiaomi 17 мың теңге болса, мынау сағатыңыз 69 мың теңге тұрады. Кез келген техникалық дүкенде немесе Kaspi.kz қосымшасында тез табасыздар. Ал қызығы AliExpress'те 50 мың теңгеден 85 мың теңгенің арасында табуға болады. Соңғы вердикт маған ұнады. Достарыма көрсетіп едім, достарыма да ұнады. Huawei жанкүйері болсаңыз, алуға тұрарлықтай сағат деп ойлаймын. Тек қоңырау шалған адаммен сөйлесе алмайсыздар.